Қостанай облысында 2 аптадан бері бөдене аулау аңшылығы ашылды, бірақ ресми түрде бекітілген жерлерде аң аулау маусымы 31 тамызда басталды. Бұл кәсіпті ұнататындар қазірдің өзінде қаздар, үйректер мен борсықтарды ала алады. Аптаның сонда рұқсат етілген аңшылық тізіміне кекіліктер мен қабандар, тағы 7 күннен кейін қарақұйрық, сондай-ақ сібір бұғысының аналықтары мен төлдері қосылады. Барлық мерзімдер табиғи циклдерге сәйкес белгіленеді және нұсқаулықтарды сақталуын табиғатты қорғау құрылымдарының мамандары қатаң қадағалайды. Осы кезеңде бақылаушының өңірдің барлық табиғат қорғау органдарының қызметкерлері өкілдері қатарынан арнайы мобильдік топтар құрылды. Қазірдің өзінде 3 күн ішінде мобильді топтар 650-ден астам аңшылар мен әуесқойларды тексерді. Сонымен қатар жақын күндер Арқалық маңында зорман, құмды сорды заңсыз жолмен аулау фактісі анықталды. Бұл түрдегі жануарды аулау үшін жергілікті тұрғын тыйым салған ілмектерді орнатқан. Аң аулау ережелерін бұзған үшін ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ аңшылық маусымда автомобиль жолдарды бақылауға алынды. Полиция қызметкерлері көлік құралын тоқтатуға және сыртқы тексеріс жүргізуге құқылы. Дегенмен заңдардың сақталуын бақылау, табиғатты қорғау жауапты қызметтер олардың өкілдерінің айтуынша жыл бойы жүргізіледі. Жыл басынан бері табиғат қорғау заңнамасын бұзған үшін 550-ден астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға қатысты 5 миллион 330 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Экологиялық қылмыс жасаған үшін 25 қылмыстық іс қозғалды. Көпшілігі 17 іс ағаштарды заңсыз кесу фактілері бойынша, 2 сирек кездесетін жануарларға және олардың бөліктеріне заңсыз қарау фактілері бойынша қозғалды. 6 жағдайда заңсыз аң аулау фактілері анықталды. Осы маусымда полицейлер аңшыларды қару-жарақпен жұмыс істеу кезінде табиғат қорғау заңнамасында жеке қауіпсіздік шараларында сақтауға шақырды. Сондай-ақ сізде аңшы куәлігі, жолдама және қолда бар қаруға барлық қажетті құжаттар болуы керек.